тәуекел ет, қалғанын Алла шешеді. Кейде адам өмірінде бір ғана қадам бәрін өзгертеді. Бірақ сол қадамы жасауға жүрек жетпейді. Біреу жұмыстан шығуға қорқады, біреу арманын бастауға қорқады. Біреу сүйген адамы үшін күресуге қорқады. Ал біреу бар болғаны тәуекел деген сөзден қорқады. Бүгін мен саған жай ғана әңгіме айтпаймын. Бүгін мен сенің жүрегіңде ұзақ уақыт үнсіз жатқан бір сезімді оятқым келеді. Өйткені кейде Алла бізден керемет нәтиже күтпейді. Ол тек бір қадам күтеді. Ал қалғанын өзі шешеді. Қорқынышпен өмір сүрген адам. Ержан 35 жаста еді. Жұмысы бар. Айлығы жаман емес. Отбасы аман. Сырт көзге бәрі жақсы. Бірақ оның ішінде бір бос кеңістік бар еді. Күн сайын таңертең бірдей оянады. Бірдей автобус, бірдей кабинет, бірдей адамдар, бірдей шаршау. Кешке үйге келгенде қызы: «Әке, шаршадың ба?» деп сұрайтын. Ол күлімсіреп: «Жоқ қызым, бәрі жақсы» дейтін. Бірақ шындығында ол өмір сүріп жүрген жоқ еді. Тек күн өткізіп жүрген. Бір күні ескі дәптерін тауып алды. Онда 20 жасында жазған армандары тұр екен. Өз кәсібімді ашамын, ата-анама үй алып беремін, адамдарға пайдасы тиетін іс жасаймын. Ол ұзақ қарап отырды. Сосын бір сөйлемді дауыстап оқыды. Қорықсам да бастаймын. Сол сәтте ол жылап жіберді. Өйткені 20 жастағы Ержан батыл еді. Ал 35 жастағы Ержан қорқыныштың тұтқынына айналған еді. Егер сәтсіз болсам ше? Келесі күні ол досы Нұрланға барды. Мен кәсібімді бастағым келеді деді. Нұрлан қуанып кетеді де ойлаған. Бірақ досы бірден: «Қазіргі уақыт қиын. Несиең бар. Балаң кішкентай, тәуекел етпе». Ержан үндемеді. Үйге қайтып келе жатып, оның санасында бір ғана сұрақ айналды. Егер сәтсіз болсам ше? Ол түні ұйықтай алмады. Төбеге қарап жатып өзінен сұрады: «Мен нені көбірек қорқамын? Сәтсіздіктен бе, әлде өмір бойы бастап көрмедім деп өкінуден бе?» Көп адам дәл осы жерде тоқтайды. Олар қауіпсіздікті таңдайды. Бірақ кейде ең үлкен қауіп ешқашан әрекет етпеу. Ержан келесі күні ауылға кетті. Әкесі қорада жұмыс істеп жүр екен. Ұзақ үндемей бірге жүрді. Сосын Ержан бәрін айтты. Армандарын, қорқынышын, ақшасының аз екенін, жоғалтып алудан қорқатынын. Әкесі күрегін жерге қойды да жай ғана былай деді: «Балам, егін еккен адам ертең жаңбыр жауа ма, жоқ па білмейді. Бірақ бәрібір тұқым себеді». Ержан үнсіз қалды. Әкесі жалғастырды: «Біз көбіне нәтижені бақылағымыз келеді. Бірақ нәтиже Алланың ісі. Адамның ісі адал ниетпен әрекет ету». Сосын ол өмір бойы ұмытпаған сөзді айтты: «Тәуекел ет балам, қалғанын Алла шешеді». Бұл сөз Ержанның жүрегіне найзадай қадалды. Өйткені ол бірінші рет түсінді. Тәуекел Аллаға сенудің бір түрі. Алғашқы қадам. Ержан жұмыстан бірден шығып кеткен жоқ. Ол кішкентай қадамнан бастады. Кешкі уақытта өз ісімен айналысты. Бірінші айда табысы өте аз болды. Екінші айда да.
3 айда тіпті шығынға батты. Бір кеште ол үстел басында отырып, мүмкін мен қателестім деді. Дәл сол кезде қызы келіп, әке, сен қазір бақыттырақ сияқтысың деді. Ержан таң қалды. Неге олай дейсің? Бұрын сен үнемі шаршап жүретінсің. Қазір көзің күліп тұрады деді. Кейде біз ақшаны ғана нәтиже деп ойлаймыз. Бірақ Алла кейде алдымен жүректі өліп бара жатқан үмітті тірілтеді. Бір күні үлкен тапсырыс алу керек еді. Ол осы тапсырысқа бар ақшасын салды. Егер өтсе, ісі өседі. Өтпесе, қарызға кіреді. Соңғы сәтте тапсырыс тоқтатылды. Ержанның қолы қалтырады. Банктегі ақшасы таусылды. Үйге келіп, ешкімге білдірмей ваннада отырып жылады. Сол түні ол намаз оқыды. Бірінші рет ұзақ дұға етті. Ол Алладан байлық сұраған жоқ. Тек, я Раббым, мен қолымнан келгенін жасадым. Енді жүрегімді сындырма деді. Міне нағыз тәуекел осы. Адам бар күшін салады. Сосын нәтижені Аллаға тапсырады. 2 апта өтті, ештеңе өзгермеді. Бірақ бір күні бұрынғы клиенті хабарласты. Сен бір адамға ұсындым. Кездесіп көрші. Сол кездесу Ержанның өмірін өзгертті. Жаңа серіктестік басталды. Тұрақты табыс пайда болды. 1 жылдан кейін ол шағын компания ашты. Бірақ ең қызығы ол баяғы күні емес. Ең маңызды, қорқынышқа қарамастан алғашқы қадам жасаған күні еді. Өйткені дәл сол күні оның тағдыры басқа бағытқа бұрылды. Бір кеште Ержан ата-анасына жаңа үйдің алдына алып келді. Анасы көз жасын тия алмады. Әкесі үндемей тұрды. Сосын баяғы сөзін қайталады. Көрдің бе балам? Тұқымды сен септің. Өсіруді Алла берді. Ержан сол сәтте түсінді. Біз көбіне кереметті күтуден бұрын әрекет етуіміз керек. Кеме жағалауда тұрса қауіпсіз, бірақ кеме жағалауда тұру үшін жасалмаған. Адам да солай. Сенің арман көру үшін ғана емес, сол арманға қарай жүру үшін жаратылған. Қазір осы видеоны қарап отырған адамның ішінде бір арман бар. Мүмкін сен бизнес бастағың келетін шығар. Мүмкін YouTube арқылы ашқың келетін шығар. Мүмкін басқа қалаға көшкің келетін шығар. Мүмкін өміріңді өзгерткің келетін шығар. Бірақ сені ұстап тұрған бір нәрсе бар. Қорқыныш. Ақша жетпесе ше, адамдар күлсе ше, қолымнан келмесе ше, мен саған бір шындық айтайын. Қорықпайтын адам болмайды. Батыл адам қорықса да қадам жасайтын адам. Алла Құранда кім Аллаға тәуекел етсе, Алла оған жеткілікті дейді. Тәуекел деген диванда жатып бәрін Алла береді деу емес. Тәуекел деген есікті қағу, жолға шығу, әрекет ету. Сосын жүрегіңмен айту. Я Алла, мен қолымнан келгенін жасадым. Қалғанын саған тапсырдым. Мүмкін сенің өміріңді өзгертетін күн дәл бүгін шығар. Мүмкін осы видеодан кейін жасайтын бір шешім болашақтағы бүкіл отбасыңның тағдырын өзгертер. Сондықтан мен саған соңғы рет қайталаймын. Қорқыныштан емес, сенімнен қадам жаса. Арманыңды кейінге қалдырма. Жүрегіңді дауысты өшірме. Тәуекел ет. Қалғанын Алла шешеді.